Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі пәніміз информатика, сабақтың тақырыбы ID мен танысу. Стив Джобстың айтқан нақыл сөздері бойынша айтып кетсек, әрбір адам программалауды үйренуі керек. Өйткені ол бізді ойлануға үйретеді. Бүгінгі сабағымызда, яғни программа құруды кіріс тілінің ортасымен танысасыздар, және Python бағдарламалау тілінде алғашқы программа жазуды үйренесіздер. Яғни ID дегеніміз не және транслятор қандай қызмет атқарады? Бірге танысамыз. Программа дегеніміз не? Программа бұл компьютер түсінетін тілде жазылған командалар мен нұсқалар жиынтығы. Компьютерлік программа компьютерді басқаруға арналған логикалық құрылымы мен реттілігі бар командалар жиынтығы. Программалау тілі дегеніміз не? Программалау тілі деректерді белгіленген ережелер бойынша өңдейтін адам мен компьютерді байланыстыратын формальды, яғни жасанды тіл. Программалау тілдері сөздік қорының аздығымен және жазу ережесінің қатаң сақталуымен ерекшеленеді. Транслятордың қызметі бұл программаларды процессор тіліне екілік кодқа аударатын программа транслятор, яғни аударғыш деп аталады. Транслятордың екі түрі бар. Біріншісі компилятор, программаны машиналық кодқа толық аударып орындайтын транслятор. Екіншісі интерпретатор, программаны машиналық кодқа қадам бойынша, яғни кезең-кезеңмен талдай отырып аударып, одан кейін орындайтын транслятор. Программа құрудың кіріктірілген отбасы. Яғни бірінші біз кірген кезде Python бағдарламалау тілінде біз Python 3.9 версиясын, яғни 3.9 версиясын ашқаннан кейін бар, біз міндетті түрде осы shell терезесіне көбінесе біз есептің нәтижесін көреміз. Егер біз енгізетін болсақ, міндетті түрде new file ашамыз. Бұл жерде бірінші программаға кірген кезімізде. Енді неліктен Python'ды таңдаймыз? Яғни Python'ды таңдаймыз, мына сұрақтардай, яғни бұл жерден жауап ала аламыз осы сұраққа. Python программалау тілін үйренуге ыңғайлы, жеңіл етіп әзірленген. Программаны жазу мен оқу басқа тілдерде қарағанда оңай. Интерпретаторы тегін, басқа қосымшалармен бірге қолданғанға тегін. Python'ның программалық жасақтамасының коды ашық, қолданығы өз қалауынша әрі қарай жетілдіре алады. Қазіргі таңда әлемдегі мыңдаған кәсіпқой программалаушылар, яғни NASA, Google өз программаларын Python тілінде жазып жатыр. Windows, Mac OS, Linux операциялық жүйелерінде еш кедергісіз жұмыс жасайды. Компьютерде ойын жасау ыңғайлы, графикалық кірістіріп, дыбыспен сүйемелдеуге болады. Python'дың мына жерде Google, YouTube және Facebook, яғни әлеуметтік желі, браузерлер, Instagram'дар болсын. Мысал үшін, бұл жерде оқушылар барлығы осы Python бағдарламалауымен негізі әзірленеді оқушылар. Себебі бұл жерде барлығы программирование болу керек, яғни бағдарламалау тілі. Практикумнан есептерді қазір көрсетейік. Python терезесін қолданып, ең алғашқы программаны жасайық. Яғни программалау тілді тек қана ағылшын тілде және кирилл тілде болады. Яғни қазақша тілде бұл жерге Python бағдарламалар жазылмайды. Программаны жазғаннан кейін немесе F5 болмаса Enter пернесін басамыз. Яғни бұл жерде print сөзінен қазақ тілін бұл жерде жазылады, яғни бірінші қазақ тілінен. Одан кейін осы сәлем жазып болғаннан кейін бар, біз жақшаның ішіне осы таңбалармен жазылғаннан кейін бар, біз осы Enter кнопканы басқаннан кейін бар, сәлем қазақ елі шығады. Екінші жолда бар, біз F5 клавишін басқаннан кейін барда бізде нәтиже шығады. Яғни басқа терезеден. Бұл жерде shell'лары, яғни shell терезесінде де жазуға болады. Екінші практикумда, мысал үшін, бұл жерде print сөзінде, бұл print сөзі экранға шығару деген мағына білдіреді. Яғни жақшаның ішіне үш бұрыш деген сөзді жазып, ортасына қосқан кезде таңбасын, сонда біздің сөзіміз не шығады? Үш бұрыш сөзі бірге жазылады.
Бұл жерде принц сөзін Бексұлтан, мысалы үшін Бексұлтан деген сөзі көбейтілген беске. Яғни Бексұлтан деген көбейтілген беске адамның есімін 5 рет көбейткендегі. Яғни егер 5 рет көбейтсек, бізде Бексұлтан деген сөз не шығады? Бірге жазылады, яғни қайталанып келеді. Екінші жолы бар бұл жерде оқушылар. Бексұлтанда, яғни кішкене тырнақшаның ортасына пробел қойылған. Яғни сол жерге егер біз соны тырнақшаның кішкене ортасын ашып жазылсақ, бізге адамдардың есімі бөлек-бөлек жазылады. Көріп тұрғандай экранда. Одан кейін практикамда оқушылар, біз қосу таңбаларын көбінесе біз рет-ретімен түсіргіміз келеді. Мысалы үшін былай, бірінші қосу таңбасы 2 рет, одан кейінгі қосымша рет-ретімен біз мына программаны қолданамыз. Яғни принт сөзі экранға шығару міндетті түрде ол жазылады. Бірінші тырнақшаның ішінде қосу таңбасы 1 рет жазылған, одан кейінгісінде 2 рет, яғни көбейту. Бағанағы айтып кеткендей, адамның есімін көбейткен кезде 2 рет көбейту қоссаңыздар, 3 рет көбейту қоссаңыздар да міндетті түрде ол қайталанып жазылады. 2 рет жасаңыз, ол адамның есімі, яғни бұл жерде қосу таңбасы 2 рет жазылған. Бұл жерде 3 рет дегенде, яғни 3 рет жазылған. Одан кейінгі бұл жерде тек қана жазуда емес, рет-ретімен жазылуға болады, яғни бұл жерде есептерді, яғни бізге есептерді шығарып береді. Яғни бұл жерде қараңыздар, принт сөзімен жақшаның ішіне. Естеріңізде болсын, оқушылар, біз мәтін жазған кезде міндетті тырнақшаның ішіне жазамыз. Ал бұл жерде сандар жазылған кезде қарасаңыздар, айырмашылық бар, сандар кезінде тырнақша жазылмайды. Тырнақшаны жазылған кезде тырнақшаға жазылған, тек қана сандар жазылады. Сосын одан кейінгі есептерге қарасаңыздар, 25-тің 1-ден 17-ге қосылған. Одан кейінгісінде 25-те 10-да алған, яғни есептің өздерінің мәнін шығарып береді. Бұл жерде қарасаңыз көбейтуде де, яғни көбейту таңбасы мен бөлу таңбасына таңбалары өзгеше болады. Математикалық бағытқа кішкене бізге көбінесе математикалық бағытқа сәйкес келеді, яғни таңбаларымыз. Одан кейін кез келген екі санның қосындысын табу программасын жазыңыз дейді. Яғни бұл жерде оқушылар жаңа айтатқандай принт сөзін жазамыз, одан кейін бір жақшаның ішіне санды жазамыз, одан кейін ентер басқаннан кейін бізде міндетті түрде есептің жауабы шығады. Екінші тапсырмада менің отаным Қазақстан сөйлемін экранға шығару программасын құрыңыз. Бағанағы айтып кеткенде біз тырнақшаның ішіне жазуны міндетті түрде тырнақшаның шетіне аламыз. Принт сөзі жақшаның ішінде менің отаным Қазақстан жазылғанда ентер кнопкасы басқаннан кейін бізде мынандай сөз пайда болады. Одан кейін үшінші тапсырмада қазақ елі сөзін 3 рет шығаруға программасын құрыңыз. Біз не істейміз? Принт сөзінен көбейтеміз, қазақ елін көбейтеміз неға 3-ке. Яғни сонда бізде мынандай сөз пайда болады. Қазақ елі, қазақ елі, қазақ елі. Қорытындыға келе программаны құруды кіріктірілген ортасымен таныстық. Яғни бұл жерде оқушылар программамен бізде көбінесе тек қана жазу емес, есепті емес, тек қана барлығы кетеді. Яғни кейінгі есептерімізде, мысалы үшін сан мен санның арасындағы, мысалы үшін 1 мен 10-ның арасындағы сандарды бөлуге де болады оқушылар. Сонда біз Python бағдарламамыздың өмірге өте саламызға өте көп пайда болады. Жоғары оқу орындарға да көп пайдасы тиеді. Екінші, Python бағдарлама тілінде алғашқы программа жазуды біз үйрендік, яғни өзіміздің аты жөнімізді жазуға, одан кейін неше рет қайталауға. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы осы. Тыңдағандарыңызға